Еліміздегі ең алғашқы жекеменшік жоғары оқу орны Тұран университеті бүгінде Ару Алматының жүрегінде орналасқан заманауи білім беру корпорациясы, мыңдаған білімді шәкірттердің алтын ұясы. Жыл сайынғы игі дәстүр биыл да жалғасты. Тұран зерде қауымдастығының мүшелері, яғни Тұран университетінің әр жылдағы түлектері қара шаңырақта бас қосып, студенттік жарқын жылдарын еске алды. Курстастар, достар, шәкірттер мен ұстаздар қауышты. Қуатты достар, барлықтарыңыз бүгін үлкен мереке. Университет түлектері келіп, оқыған жерлерінде не болып жатыр, не істеген екен, қалай жүріп жатыр екендігін әдейі келгендеріңізге рахмет айтамыз. Біздің негізгі мақсатымыз. Біздің түлектеріміз өмірде жақсы орын алып, жақсы жұмыс істеп, биіктен көріне бергені. Біздің арманымыз сол, бәрі мақсатымыз сол. Сондықтан сізге тілейтіндеріміз міне көріңдер. Тұран университеті бүгін алғы қатар университеттерінде көп көрсеткіштен кеше халықаралық аккредитациядан өттік. Сонда келген адамдар айтып отыр, тексерушілер, Тұран бренд қойды. Бренд, сонда ойларың өздерінде айтқан ойларындағы Тұран университеті қазір белгі университеті қатарында. Қазақстандағы алғы қатардағы университет. Алған жестер бойынша Атамекен басқа жұмыс берушілердің бекітімен біз қазір үлкен орындарға келе жатырмыз. Бұл күні Тұранның түлектеріне ерекше сый құрмет көрсетіледі. Университет сыйлығына ие болады, концерттік бағдарлама тамашалап, ойын-сауықтың көркін қыздырады. Ең бастысы, түлектер арасындағы ынтымақтастық нығайып, өзара хабар алмасуға мүмкіндік алады. Буква А. Что на букву А у нас есть? Айфон, садитесь, давайте. Так, по идее айфон, да? Опа, там еще стульчики свободные же, вон, целых два. Все, кто еще? Не успели, да, спасибо, что можете съесть, это как раз таки вам я оставил специально. Спасибо, давайте поаплодируем. Я выпускник университета Туран, выпускник 2010 года. В данный момент работаю по специальности юристом в ТО «Гелиус», являюсь старшим юристом претензионного отдела. То есть данный диплом мне в жизни очень помог. Имею в данный момент около 8 лет стажа работы в сфере юриспруденции. В частности, претензионных отделах, так и корпоративных. В данный момент, что меня радует, это то, что мой диплом до сих пор актуален, и он, можно сказать, растет в своем достоинстве. Так, например, университет Туран, он узнаваем. Очень рад, что являюсь выпускником университета Туран. И никак не пожалел, а только до сих пор радуюсь, и каждый раз это добавляет мне радости. Как это на практике, как и в личной жизни. Осы университет таңдағаныма өте ризамын. Әлі күнге дейін қазір специальность бойынша жұмыс істеймін, уже более 5 лет опыта работы. И бұл мамандықты таңдағаныма да не жалею, осы жерде оқығаныма не жалею. Және вообще Тұранға өте көп рахмет осындай университетке. Себебі бұл университет возможность береді, процветание береді ары қарай дамуға, жеке адам болып қалыптасуға. Еще очень хорошая студенческая жизнь, насыщенная она у меня здесь прошла. Очень хороших людей встретила, очень хороших преподавателей, знакомых. И я очень рада, что именно поступила и окончила этот университет. Я думаю, в будущем продолжу именно в магистратуру сюда поступить. А так университету желаю всего хорошего. И чтобы осындай көп студенттер болсын әрқашан, много студентов всегда было, и процветаний, и чтобы вот почаще было таких именно мероприятий, как встреча выпускников. Я очень рада. Биыл шәкірттер сүйікті ұстаздарына онлайн дауыс беруге мүмкіндік алды. Ең жоғары ұпай жинаған оқытушылар түлектер кездесуінде марапатталды.
Бузова Анна Сергеевна, под ваши аплодисменты! Біздің алдымыздан бакалавриаттан, магистратурадан, докторантурадан әр жыл сайын бірнеше түлектер бітіріп жатыр. Олардың енді қызмет атқару бойынша осы психологияның қазіргі күннің сұранысы екенін бәріміз жақсы білеміз ғой. Сол сұранысқа байланысты бізде бағдарламалар, арнайы жоспарлар дайындалып, солар бойынша біздің болашақ мамандарымыз дайындалады. Олардың дайындықтары бойынша сұраныс өте көп. Өмір тіршілігінің әр саласында біздің психологқа қажетсіну, психолог маман ретінде сұраныстың қоғамда бар екенін бәріңіз жақсы білесіздер. Сол мамандарымыздың қазір істеп жатқан жерлері мынау білім беру жүйесі, мектепте, колледжде, кейбір терең маманданған жан-жақты өз ізденіп дайындалған мамандарымыз осы медициналық мекемелерде, әскери мекемелерде және мынау отбасы орталығы деген мекемелер бар. Сол жерлерде және өте көмекті қажетсінетін орталықтар бар бізде. Сол жерлерде біздің практик психолог ретінде мамандарымыз қызмет атқарып жатқан жағдайлар бар. Біз оларға қуанамыз әрине. Бүгінде кездесуге келіп, түрлі кеңес бір-бірімізге айтып, қандай болашаққа қажет нәрселерді бір-бірімізге айтып, соларды бағдарламаларымызды өңдеп отыруға біз әр уақытта да ынтымақтастық дәрежесінде іске асырамыз. Университет Туран дал мне очень много возможностей, приятных знакомств и, конечно, показал мне истинный путь в этот мир, светлый путь. Но самое главное – это знания и та почва под ногами, которую я имею сейчас. А мероприятие сегодняшнее, оно волнительное для меня, потому что относительно неподготовленная я пришла. Вот, очень много знакомых лиц, приятно. А в пожелание университету хочу пожелать хороших, позитивных студентов, которые будут как лицо университета показывать его только в лучшем свете. Я закончил Туран в 2016 году магистратуру, в 2015 году бакалавриат по специальности международное право и магистр юриспруденции. Я застал Туран еще на старом месте, где он был когда-то давно, на Чайкино, и потом уже застал его переездом сюда, на Мира. Да, он стал больше, он стал объемнее, он стал прогрессировать, он стал развиваться, мне это нравилось, но душой и сердцем тот маленький Туран, где я начинал и поступил в первый курс, он остался именно таким душевным, маленьким, хорошим, когда ты приезжаешь с развозки и видишь всех своих друзей, всех преподавателей. Он был такой, как большая, но и в то же время в маленьком месте семья. Вот. А когда уже переехали на новое место, это уже, так скажем, пропало. Но все равно я рад, что и вижу, что как Туран развивается, как он набирает обороты. Приходя каждый год на встречу выпускников, вижу большие изменения. И верю в то, что Туран будет одним из лучших университетов Казахстана. Туран білім беру корпорациясының жемісті жұмыс істеп келе жатқанына биыл 33 жыл. Талай тар жол тайғақ кешуден аман өтіп, сансыз кедергілерді қаймықпай бұзып жарған еліміздегі жекеменшік жоғары оқу орындарының көшбасшысы о баста өте сәтті құрылғанын әрі тұжырымдамасы мықты болғанын сарапшылар мойындаған. Сондықтан іргесі берік қаланған еңселі оқу ордасының түлектері де әрине ең мықты мамандық иелері.